Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fiqh dersi An-Nuqaya Muhtasar al-Wiqaya atты Ханафи fiqh kitabını оқудамыз. Бүгінгі оқитын тақырыбымыз шейіттік, яғни шейіттікке қатысты үкімдер. Шейіт болған адам жаназасы және осы жаназа төңірегіндегі жол жоралғылары жайында қысқаша әңгімелейтін боламыз. Шейіттік дәрежесі ислам дінінде үлкен дәреже. Алла жолында жанын құрбан еткен мұсылман кісіге шәһид деген атақ тағады. Қазақша мағынасы шейіт. Дегенмен шейіттің түрлі өзіндік шарттары бар. Оны Құда қаласа қазір кітапта айтып өтеміз. Құранда шейіттерді өлді демеңдер, олар тірі делінген. Енді шейіттер екі түрге бөлінеді. Дүниелік әрі ақыреттік шейіттер, яғни дүниеде де, ақыретте де шейіт болып саналатындар. Бұл категорияға кіретін шейіттерді жумайды, кебіндемейді, жаназасы оқылып үстіндегі киімімен көміледі. Екінші, яғни шейіттіктің екінші түрі ол ақыреттік шейіт. Ақыреттік шейіт Алланың алдында шейіт болған себепті сауабын алады. Бірақ бұл дүниеде жаназа рәсімінде әдеттегідей қайтыс болған мұсылман кісіге орындалатындай жол жоралғылар орындалады. Яғни жуылады, кебінделеді, сосын намаз оқылады деген сияқты. Әуелгісін, яғни дүниелік әрі ақыреттік шейіттерді шәһид кәміл дейді. Яғни толық мағынада шейіттік деген сөз. Енді шәһид кәміл ретінде саналу үшін өзіндік шарттары бар, талаптары бар. Қайтыс болған кісіде бұл талаптар табылмаса, ол кәміл шейіт болып саналмайды. Қайтыс болған жағдайына қарай ақыреттік шейіт ретінде саналуы мүмкін, бірақ кәміл, яғни толық шейіттік үкімін алмағандықтан ол жуылып, кебінделіп, үстінде киім бәрін шешіп, кебінделіп, одан соң намаз оқылып, содан кейін көміледі. Әдеттегідей, осы шейіттіктің екі түрін кітапта талаптарымен қоса қысқаша ғалым айтып өтеді. Кітапқа назар аударалық. Әуелі кәміл шейіттің талаптарын айтып өтеді. Дәлірек айтқан кезде, қайтыс болған адамды кәміл шейіт деп есептеп, үстіндегі киіммен жумай, кебіндемей, жаназа намазын оқып, содан кейін көму үшін мына талаптар, бақилық болған адамда мына талаптар табылуы тиіс екен. Кітапқа үңілейік. Біріншісі мұсылман болу керек. Кәпір адам шейіт болып саналмайды. Кәпір адам кімнің қолынан қаза тапса да, оның барар жері қайда? Тозақ. Екіншісі тахирун, таза болу керек. Яғни ғұсылсыздықтан, яғни ғұсылы жоқтықтан таза болу тиіс. Ал енді жүніп болған күйі яки хайз бен нифас кезінде біреудің қолынан қаза тауып жатса, тек ақыреттік шейіт болып саналады, бірақ кәміл шейіт емес. Сондықтан да мұндай жағдайда мәйіт жуылып, кебінделіп, намазы оқылады. Кәміл шейіттің де жаназасы оқылады әрине, бірақ оның ақыреттік шейіттен айырмашылығы кебінделмейді, үстіндегі киіммен және жуылмай көміледі. Үшінші шарты, бәлиғун, балиғатқа толған болуы тиіс. Балиғатқа толған мұсылман болуы керек әлгі мәйіт. Ал енді сәби біреудің қолынан қаза тапса, ол жуылып кебінделеді. Және жынды ес ауысқан кісі де кәміл шейіт ретінде саналмайды, ол да жуылып кебінделеді, және жаназа намазы оқылады. Төртінші шарты, қутиля вульман, нақақтан нақақ өлтірілген болуы керек. Мейлі кәпірлермен соғысу кезінде өлген болсын, мейлі бүлікшілердің қолынан қаза тапқан болсын, яки қарақшылар тарапынан өлтірілген болсын, мейлі бұл нақақтан нақақ өлтірілгенге саналып, ол кісі мұсылман болғандықтан шейіт кәміл, яғни толыққанды шейіт болып есептелінеді екен.
және өзінің малын, жанын, отбасын қорғап жатып және қайтыс болып жатса, ол да шейіт болып саналады екен. Ол да жуылмайды, үстіндегі киімімен көміліп, жаназасы оқылып көміледі. Енді мына жерде зульман деді, яғни нақақтан нақақ. Ал енді нақақтан нақақ емес, қылмысы себепті өлім жазасына кесіліп, қысас жазасы жүзеге асып өліп жатқан болса, ол нақақтан нақақ өлтірілгенге саналмайды. Сондықтан да, яғни қылмысы себепті сот өлім жазасына кесіп өлтіріліп жатса, ол кісі нақақтан нақақ өлген болып саналмайды. Сондықтан да ол жуылып, мұсылман болса жуылып, кебінделіп жаназасы оқылады. Және қутиля деді, яғни өлтірілсе деп айтып отыр ғұлама. Сондықтан да бір жерден құлап өлген болса, немесе бір нәрсенің астына жаңшылып өлген болса, немесе ауырып өлген болса, мұны шәйіт кәміл деп есептемейді екенбіз. Мұндай жағдайда ол мұсылман жуылады, кебінделеді, жаназасы оқылады әдеттегідей. 5-ші шарты «Вәләм ежиб бихи мәлун». Мына жердегі бихи да хи замирі қотылға кетіп жатыр, яғни өлтірілу сөзіне кетіп жатыр. Және өлтірілгендігі үшін «Вәләм ежиб бихи», бихи дағы, яғни бә сәбәбия, өлтірілгендігі үшін мәлун, құн төлеуді керек еттіретін болмауы тиіс. Жаңа нақақтан нақақ әдейі өлтірілген болу керек дедік, яғни қутиля зульман дедік. Ал енді әлде біреу тарапынан қателесіп өлтіріліп қойса, өлтірілген болса, немесе төбелесіп жатып ыңғайсыз соққыдан қайтыс болып кетіп жатса, тағы басқа осындай абайсызда әлде біреудің қолынан қаза тауып жатқан болса, оның өліміне себеп болған адамға қысас жазасы кесілмейді, оның құны төленеді. Сол себептен де осындай құн төлеуді керек еттіретін қылмыстан қаза болып жатса, онда ол шәһид кәміл ретінде саналмайды, жуылып, кебінделіп, әдеттегідей жаназасы оқылып көміледі. Және 6-шы шарты «Вәләм ертәссә», сондай-ақ бір сәт өмірлік рахатын пайдаланған болмауы тиіс. Яғни соғыста жараланып, немесе қарақшылар тарапынан жараланып, алайда бірден өлмей, сол аралықта ішіп жесе, немесе бір сәт ұйқыға кетсе, яки жарақатын емдесе, немесе жарақаттанғаннан кейін бір намаз уақыты бойы жараланып тірі жатқан болса, одан соң қайтыс болып жатқан болса, әлгі жарақат себепті, онда оны да кәміл шейіт деп есептемейді екенбіз. Ол әрине ақыреттік шейіт үкімінде болады, бірақ кәміл шейітке жатпайтындықтан ондай кісі жуылады, кебінделеді. Мұндай кісіні фиқта мүртәс дейді. Бұған сахабалар өмірінен де дәлелдер келтіруге болады. Хазірет Омар радиаллаху анху бір яхуди тарапынан жараланады. Одан соң сол жарақаты себепті 2 күн бойы жараланып жатады. 2 күннен соң барып Хазірет Омар қайтыс болады. Міне сахабалар ол кісінің мәйітін, ол кісінің денесін жуып, кебіндеп, содан кейін жаназасын оқып көмген екен. 2-ші сахаба Хазірет Осман радиаллаху анху Құран оқып отырған жерінде әлде біреудің қастандығына ұшырап, сол жерде дұшпанның қолынан қаза табады. Сол арада ем домын көру, яки бір намаз уақыты бойы тірі жатып қайтыс болу деген сияқты ондай нәрсе болмады. Ол кісі сол жерде бірден шейіт болды. Сол себептен Хазірет Османды кәміл шейіт ретінде денесін жумай, сол қан күйінше, әрі кебіндемей, үстіндегі киіммен сахабалар көмген тұғын. Ғұламаның «Вәләм ертәс» деген сөзіндегі мәселеге сахабалардың осы әрекеттері дәлел бола алады. Міне осындай сипаттағы бақиға аттанған кісіні кәміл шейіт дейді екенбіз. Яғни дүниелік әрі ақыреттік шейіт. Енді оған мынандай рәсімдер орындалады.
оны не істейді? Фаюнзау анху гойру саубихи. Ондай кәміл шахид мәртебесіндегі мәйіттің дене үстінен киімінен өзге нәрселер шешіліп алынады. Яғни үстіндегі негізгі киімі қалады, ал одан өзге қару-жарағы, немесе етігі, бас киімі, үстіндегі шапаны, тоңы болса тоңы, пальтосы деген сияқты, аяқ киімі, мәсі деген сияқты осындай әдемілік үшін немесе суықтан қорғану үшін киілген қосымша киімдерді және үстіне тағылған қару-жарағы шешіледі. Ал үстінде тек денесін жабу үшін киілетін негізгі киімдері қалады. Сол негізгі киімдермен жаназасы оқылып, сол күйінше көміледі. Бұған дәлел келтіретін болсақ, Абдуллах ибн Аббастың айтуы бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ухуд соғысында қаза болғандардың үстерінен темір заттарды, яғни қылыш, пышақ, қанжар, сауыт деген сияқты осындай темірден жасалған заттардың бәрін, әрі қайыстан жасалған үстіндегі заттардың бәрін шешкізіп, оларды сол күйінше киімдермен қандарын жумай жаназасын оқып көмуді пайғамбарымыз әмір еткен екен. Ары қарай оқимыз. Ваюзаду ваюнқасу лиятимма кафануху. Үстіндегі киімінен өзге нәрселер шешіледі дедік. Және үстіндегісі қалған киімі толыққанды кебін ретінде саналу үшін үстіндегі киімінің киім жерін толықтырады. Ал енді артық жерлері болса алып тасталынады. Әзіреті Хамза радиаллаху анху Ухуд соғысында шейіт болғаннан кейін үстіндегі киісі үстіңгі жағын жапса, астыңғы жағы ашылып қалатындай болған екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның үстіндегі киімінің бас жағын жауып, ал астыңғы жағына басқа бір затпен жауып, осылайша жаназасын оқып көмген екен. Ары қарай оқимыз. Вала югассалу ва юсалла алейхи. Үстіндегі негізгі киімдерін қалдырып, вала югассалу жуылмайды, ва юсалла алейхи, осылайша жаназа намазы оқылады, ва юдфану бидамихи, және сол күйінше жарақатынан аққан қанымен көміледі. Бұл кәміл шейіт, яғни дүниелік әрі ақыреттік шейіт үкіміндегі мәйіт жайында айтып отыр. Ол бақилық болған мұсылманды осылайша соңғы сапарға шығарып салады екен. Әрі қарай ақыреттік шейіттік жайында сөз ететін болады. Біз оны келесі дәрісімізде айтатын боламыз. Вальхамдулиллахи